Армысыздар ағайын, бүгін 21 қыркүйек 2023 жыл Алматы қаласы Бостандық ауданаралық сот ғимаратынан шықтық. Бүгін қоғам белсендісі ақсақал 69 жастағы Байбақ ағамыздың үстінен Алматы ТВ журналисті арыз жазған болатын. Ол 14 тамыз күні Алматы қаласында 4 жасар Айкөркемнің ісі қаралған. Ол Алматы қаласының Тимиразов Жарокова қиылысында сот ғимаратына Айкөркемнің әкесі Айдос Меделхан ағаны және қоғам белсенділерін кіргізбей, барлығы сот ғимаратының сыртында тұрған кезде өзге журналистердан бөлек екі азамат келіп, екі қара иен өздерін таныстырмастан видео түсіре бастайды. Сол кезде қоғам белсенділері: сіздер кім болдыңыздар, танымадық, қай ақпараттық порталдансыздар деп сұрағанына ешқандай мардымды жауап бермейді. Артынша белсенділер тағы да сұрақ қалған кезде жаңағы екі азаматтың бірі журналист, ол өзін ордадамын деп таныстырады. Бір қызығы, сол кезде орданың тілшісі де сол сот процесін түсіруге келіп, ол да сол сот ғимаратының маңында болған. Ол ордадамын дегенді естіген жаңағы Орда кезеттің шынайы орданың журналисті келіп: мен Орда кезетінің журналистімін, сіз неге ордадамын деп жалған ақпараттар тұрсыз, мен өз әріптесімді тануым керек қой деген кезде анау жауап қайтармастан қашып кетеді. Артынша жаңағы операторына барып сұрайды белсенділер, жаңағы журналист кетіп қалған соң. Ол құлжырақтап жаңағыдай: мен наемникпін, яғни мені жалдады, мен кейде той түсіремін, әртүрлі нәрсені түсіре беремін дейді. Сол кезде белсенділердің ашуы келеді: сендер өз ордадамын дейсіңдер, біресе ордадан болмай шығасыңдар, енді келіп керек болса тойда түсіреміз арқылы қылжырақтап тұрсыңдар деп ашуланады. Артынша жаңағы біздің әпкелеріміз сұрада тұрған нақты жауап алғысы келеді жаңағы өзін таныстырмаған журналисттан, оператордан. Сөйтіп екі арада бір ұрыс шығып, жаңағы штативына талас болып қалады. Енді сол кезде Байбақ ағамыз жаңағы әйел адамның қолынан штатив жұлып алады, жаңағы оператор. Байбақ ағамыз оны көріп жүгіріп кеп, ол да штатив тастайды. Өйткені адаммен екі арада тұрған нәрсе штатив болады. Сөйтіп артынша енді видеода да көрініп тұр. Қазір видеоны ортаға салатын болам. Неге пресс-картаңызды көрсете аласыз ба? Сіз Орда кезет порталының тілшісімін дедіңіз ғой. Менің құқығым бар түсіруге. Сіз Орда кезет порталының тілшісімін деп тұрсыз. Пресс-картаңызды көрсете аласыз ба? Себебі мен журналистпін, менің түсіруге құқығым бар. Орда кезет каналдан дедіңіз, дұрыс па? Содан кейін сіздер соны сұрайын деп отырмын. Қай Орда кезеттен сіздің операторыңыз неге менің рұқсатым сонда мені түсіріп жатыр? Жоқ, жүр. Сен процесс жүріп отыр ма? Маған хат жоқ қой. Осында жиын түсіріп жатыр. Сіз егер ана жаққа кетіп қалсаңыз, сіз түсірмейді. Жиінде ме? Жиын болған жоқ қой. Жоқ, бұл жерде шүрен процесс дұрыс па? Мынау сіз көрсеңізші. Сіз Орда кезетемін деп тұрсыз ғой, мен сіздің әріптесіңіз. Мен сізді танымаймын, сіз өзіңіз телефоныңыз. Сіз кімсіз? Мен Орда кезет. Сізде де пресс-карта болу керек қой енді. Сіз пресс-картаңыз өзіңізде болу керек. Менде жоқ, наемный оператор. Енді соттағы жаңағы жәбірленушінің айтқанымен енді өздеріңіз көріп, саралап көресіздер. Ұрды, соқты, қатты зақым алды, көгерді дейді. Артынша көгерген жоқ дейді. Оны да көресіздер қазір видеодан. Аяқтан шалған видеода көрініп тұр. Ол тепкен емес, шалған. Сотталушы сізді қалай, қай жерден ұрды, қандай дене жарақат сізге келтірілді? Бұл кісі штативті алу барысында өзім штативімді лестницада алып қалған. Штативті алып келуге артқан кезімде бірінші менен барып жетіп штативті алып басын жарайын ба деді. Даже ол видеода да бар доказательства. Басын жатпастан қазірге. Сосын ара қойды ғой, штативді айтамыз деген кезде қайтармады. Сол штативтен қолмен ұстап тұрып,
аяқтан тізесімен ұрды. Екі рет тізесімен ұрды, и қолмен ауыз жағынан ұрды. Енді сол күні кешкісін арыздандым дейді, ал бірақ арыз 15 күні түскен. Жаңағы сұрақ көп жалпы. И қызығы прокурорға күмән. Прокурор бір ан жерде жүргізуші сияқты сот процесінде жаңағы жәбірленушінің аузына сөз сап беріп отыр. Бұлай ма, қалай? Ұрды ма, соқты ма деген сияқты. Енді көреміз. Енді соттың алдында сіз нені көрдіңіз, нені естідіңіз, осы туралы нақты сотқа айтыңызшы, сотқа. Сотқа нақты айтатын болсам, сот жабық процесте болды. Ол жерде орда кезеттің қыздары да жүрді, КТК арнасы жүрді. Ол кісілердің ешқайсысын кіргізбегеннен кейін сыртта тұрды. КТК сәл айналып жүрді да, кетіп шығып кетті, қайтып кетті. Өйткені түсірткен жоқ, ішіне кіргізген жоқ. Біз сол Меделхан Айдос ағамен бірге күтіп тұрдық, бізде сыртта. Сол күтіп тұрған кезде сыртқа шықты кісілер, сот болып жатты өздерінше. Бізді кіргізбеді ғой. Сосын бұл Байбағаға бәрі сыртта тұрды. Сыртта тұрған кезде мен іште қалдым. Сол кезде бір қатты жанжал шықты баладан. Жанжал шыққан кезде жүгіріп шықсақ, сол штатикпен тартысып жатыр. Кім? Гүлнар әпкей. Ол да белсенді кісі ғой. Сол кісі тартысып жатыр екен. Осы бір жігіт сонымен тартысып жатыр екен. Сосын мен ең соңынан келгеннен кейін не болып қалды деп жүріп келсем, сол жерде айтылып жатыр да, мына кісілер рұқсатсыз түсіріп жатыр, ешқандай құжат жоқ. Мен осы жігітке жүгіріп барып, өзім барып сұрадым. Сіз кімсіз дегенде, мен ешкім емеспін. Мен жалдамалы оператормын деп. Неге түсіресіз онда? Бұл кісілерге неге түсіресіз? Ыржалақ етіп, аузына келген айтып тұрсыз бұл жерде. Мен түсіремін, неге түсірмеймін, мен жалдамалымын. Той десе тойға, ой десе ойға, любой жерде түсіре беремін деп, дәл осылай етті маған. Өзім лично осы баладан сұрадым бар. Сұрағанда маған дәл осылай етті. Мен айттым, сіз ешқандай құжатыңыз жоқ, я КТК-дан емессіз, я Орда ТВ-дан емессіз. Сіз қалай келіп түсіресіз бізді сыртымыздан? Біз деген Айкөркем 4 жасар Айкөркем сотына қолдауға келіп, әрбір қазағым жалғызым деп келіп тұрған адамбыз ғой біз. Сіз неге ыржалақ етіп бүйтіп түсіресіз? Неге мазақ қылып тұрсыз деп айтқанда, мен өзім білем, мен жалдамалымын. Мен той десе тойға, ой десе ойға, любой жерге барып түсіре беремін. Жұмысың болмасын деп, неше түрін айтып бізге дөрекі сөйледі. Журналист болса, ол неге дөрекі сөйлейді бізге? Неге ол құжатын көрсетіп, жаймен ғана түсіре бермейді, рұқсат алып? Значит, бұл журналист емес. Журналист болмағандықтан осылай конфликт жасап, Байбағаға осылай істеп тұр. Келесі сот процесі 25 қыркүйекке қалдырылды. Сол. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Әрі белсенді менің жалғызым. Қолдаңыздар, қорғаңыздар. Заман YouTube арнасын тіркеліп, лайк басып, пікір жазып, арнаны қолдап жүріңіздер. Аман сау болыңыздар. Арлы болыңыздар, бар болыңыздар. Рахмет.